Жираф керік жер бетіндегі ең керемет және әдемі жануарлардың бірі. Жираф тұрып ұйықтайды және ұйқысы 10 минуттан аспайды. Керіктің терісіндегі дақтар адамдардың саусақ іздері сияқты бірегей. Дақтардың түсі бойынша жануардың жасын анықтауға болады. Жирафтың бір қадамы 4 метрден асады. Ол жай жүріп келе жатқанның өзінде сізге оған жету үшін жүгіру керек болады. Бұл жануардың орташа жүгіру жылдамдығы сағатына 60 км. Ұрғашының жүктілік мерзімі 14 ай. Жаңа туылған жирафтың өмірі 2 метр биіктіктен құлаудан басталады. Ал 1 сағаттан кейін ол жүре бастайды. Латын тілінен аударғанда camel түйе, ал leopard дегенді білдіреді. Терісіндегі дақтар леопардқа, ал көлемі түйе сияқты үлкен болғандықтан ежелгі Рим тұрғындары оны осылай атап кеткен. Ал жираф сөзі араб тілінен келген, ол сәнді деп аударылады. Тілінің түсі қара, ал ұзындығы 45 см. Тілінің көмегімен өз құлағын тазалай алады. Бір-бірімен сөйлесу үшін ысқыруға ұқсас дыбыстарды шығарады. Күніне 15-20 сағат уақытын тамақтанумен өткізеді. Осы уақыттың ішінде 30 кг азықты сіңіруі мүмкін. Түйе сияқты су ішпей бірнеше апта немесе ай жүре алады. Әлемдегі ең ұзын жануар. Олардың ұзындығы 6 метр, ал салмағы 1,5 тоннадан асуы мүмкін. Керік әлемдегі есіне алмайтын жалғыз жануар. Тіпті құстар мен балықтардың өзі есінейді. Оған шабуыл жасауға күші жететін жалғыз аң арыстан. Бірақ жирафтар өзін және ұрпақтарын қорғау үшін тұяқтарын қолданады.